Адамзат өмір сүргеннен бері математика дамып келе жатыр. Қазіргі заманда роботтар адамның іс-қимылын жасап жатыр. Соның бәрі математиканың арқасында. Математиканың тарихынан мен сендерге сұрақ бердім. 110 сұрақ. Екі нүктенің арасындағы түзу. Кесімді, дұрыс айтады. Фигура сөздің мағынасы. Бейне, кескін. Сүйек бұрыш қандай бұрыш ол? Кіші бұрыш. 90 градустан кіші бұрыш. Квадраттың қабырғасы 4-ке тең. Периметр қаншаға тең? 36, дұрыс айтады. Ең алғашқы әйел математик кім? Ковалевская, дұрыс. Шаршы, дұрыс айтады. Квадрат қой, е? Үшбұрыштың негізгі элементтерін атады. Үш қабырға тағы несі бар? Мына үшбұрыш қалай аталады? Тікбұрыш, үшбұрыш. Неге? Бір қабырғасы 90 градус. Дәлелдеуді қажет ететін тұжырымдама не деп аталады? Дәлелдеу керек деп айтады ғой? Теорема. Дәлелдеуді қажет етпейтін пікір. Теоремаға керісінше ғой? Аксиома. Бір тонна мақта ауыр ма, әлде бір тонна темір ауыр ма? Бірдей дейді, Александр. Қарама қарсы қабырғаларға параллель болатын төртбұрыш. Қандай аталады? Тік төртбұрыш. Тікбұрыш емес қой, тік төртбұрыш. Бір сағаттың дейді, бір тәулікте неше сағаты кем? 23 дұрыс айтады, е? Үш орын жұртты ма? Дұрыс балалар, е? Керісіңдер дегеніміз қандай сонда? 3-тен 2 көбейту 4-тен 5. Дұрыс, е балалар? Екінші бөлшекті кері бөлшек қылып жазды. Мен айттым ғой. 7-тен 5. Алыңдары бірдей бөлшектерін қайты. Дұрыс қой балалар, е? Мұна еш жазамын. Қайтар ережесін қалай көбейтеміз? Алымнан бөлімнен. Егер қысқарту келсе қысқартамыз. Дұрыс балалар, е? Әбдікәрім Нартай биыл келсе де барлығына қатысып жүреді. Молодец. Қолымен кішкене қылып. Мына жерде белсене қатысқан Үсіпбай Амина. Содан кейін Әлнұр қызы Әселім. Әселімдер кезде ағым есіп жақсы. Үйдіздегі інжу